Қадірлі ағайын, Жанболат Мамайдың абақтыдан жазған баяндамасы. Қадірлі ағайын, қаңтар қасіреті туралы тыңдауға физикалық тұрғыдан қатыса алмасам да, осы хат арқылы сіздерге өз ойымды жеткізіп отырмын. Қаңтар қасіреті Қазақстанның ғана емес, әлем тарихындағы өте сирек кездесетін қанды оқиға, бәрінен де ауыр тиетіні, елді қанға бояған, бейкүнә сәбилерді қырып салған жендеттер жауапкершілікке тартылмақ түгілі биліктің жоғарғы сатысында отыр. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұндай қырғынға 1986 жылы КСРО басшылары да барған жоқ. Бейресми деректерге қарағанда, Алматыдағы желтоқсан бас көтеруі кезінде 168 адам қаза болған. Ал 2022 жылғы қаңтар қасіретінде тек ресми деректерге сәйкес 238 адам опат болды. Жүздеген адам азапталды. Қаншама адам нақақ жаламен әлі күнге дейін абақтыда отыр. Алматыдағы жағдайды енді 2020 жылы болған Беларусь бас көтеруімен салыстырыңыз. Лукашенко қазір әлемдегі ең қатты санкцияланған басшылардың бірі. Онымен батыстың бірде-бір мемлекет жетекшісі қол алыспайтын жағдайда. Ол да өз саяси қарсыластарын түрмеге отырғызып, кейбірін өлтірді, наразыларды ұрып соқты. Бірақ бір маңызды нәрсеге назар аударыңыз. Лукашенко халықты тұтас атқан жоқ. Адамдардың өмірі алаңда үзілген жоқ. Осы мысалдардан ақ қаңтар қасіретінің қаншалықты қанды қырғын болғанын бағамдай беріңіз. Десек те, қаңтар оқиғасына біз қазақ тарихында жоғары баға беруіміз тиіс. Қазақтың тарихы соңғы 3 ғасырда жеңіліс пен құрбандықтың тарихы болмауы тиіс. Қаңтар оқиғасы революциялық процестің маңызды межесі. Оны қазір түсіндіремін. Ал қазір айтатыным, 4 қаңтар күні тек қана құрбандарды еске алу, тағзым ету күні ғана емес, ұлттық революция күні болып бекітілуі тиіс деп санаймын. Революция деген билікті күшпен басып алу, қырғын жасау емес. Бұл бірінші кезекте санадағы өзгеріс, сана революциясы 4 қаңтарда жеңіске жетті. Біріншіден, билікке 30 жыл бойы жабысып, елді тонаған Назарбаевтар билігі құлады. Бір адамның жеке билігі құрдымға кетті. Егер қаңтар оқиғасы болмағанда, Назарбаев әлі де күн көсемі болып, оның әулетінің қара құрым мүшелері Қазақстанды билеп төстеп отырар еді. Екіншіден, қаңтар қасіретіне дейінгі езгі енді Қазақстанда болмайды. Оған халықтың төзбейтіні, әрі көндікпейтіні сөзсіз. Қазіргі билік орнымызды сақтап қалдық, енді ештеңе болмайды деп ойласа, қатты қателеседі. Себебі қаңтар революциялық процестің бір межесі ғана. 20 ғасырдағы Ресейдегі революциялық өзгерістерді еске алыңыз. Бұл процесс сонау 19 ғасырдағы декабристер қозғалысынан бастау алды. Оларды қудалады, айдауға жіберді, тұншықтырды. Ақырында бұл 1905 жылғы қанды жексенбі оқиғасына әкелді. Елді қанға бөктірген Николай патша не істеді артынша? Халықты алдаймын деген оймен мемлекеттік дума институтын қалыптастырды. Аздаған реформаларға жол ашты. Бірақ бұл Ресей халқының өмірін өзгертуге түбегейлі бастау салмады. Қазіргі тілмен айтқанда, Ресей патшасы саяси реформалардың орнына саяси технологияларды пайдаланып, бәрін сан соқтырамын деп шешті. Алғашқы уақытта аздаған өзгерістер қоғамға жағымды болып көрінді. Ұлтшылдықты, діншілдікті қоздырып, біршама уақыт Николай патша Ресей даласында едеуір бедел де жинады. Бірақ елде басталған революциялық өзгерістерді тоқтату оның қолынан келмеді. 1917 жылғы Ресейдегі ақпан төңкерісіне негізгі себептер бірінші дүниежүзілік соғыс болғаны рас. Бірақ ол соғыс болмаса, халықтың көтерілуіне басқа да себеп табылар еді. Оның үстіне 1917 жылы Петербордағы төңкеріс неден басталды?
нанның жетіспеушілігінен. Бірақ нан Ресейде молынан бар еді. Нанның аздығы бар болғаны шенеуніктердің салғырттығынан туындаған проблема еді. Алайда Петербордағы өртті басу патша билігінің қолынан келмей, ақырында ол құлап тынды. Билікке жалғыз легитимді институттың басшысы Керенский ие болып қалды. Бірақ бұл да ұзаққа созылмағанын біз тарихтан жақсы білеміз. Билікке келген большевиктер де өз тұғырында аса ұзақ отыра алған жоқ. Себебі Ресей империясы бір ғана орыс мемлекетінен тұрған жоқ. Тәуелсіздікке ұмтылған, мемлекеттігін құруды аңсаған ұлттар ақырында жеңіске жетіп, 90 жылдың басында егемендікке қол жеткізді. Қаңтар қасіреті де біздің тарихымыздағы революциялық процестің бір көрінісі. Егер тарихтан терең хабары болса, жаппай психологияны, ішкі саясатты түсінсе, Тоқаев билігі дәл қазір күрделі өзгерістерді жүзеге асыруы тиіс. Себебі бұл билік революциялық өтпелі шақта тұрған топ. Қазіргі әрекеттеріне қарағанда бұл билікте саяси реформалардың орнына саяси технологияларды пайдалануда. Тоқаевтың айналасына жиналған идеолог сымақтары жақсы білеміз. Бір кездері Назарбаевтардың саяси құйтырқы қызына жақын болып, оның айналасында жүрген Асар партиясының идеологы, саясаттанушы, жаңа Қазақстан деп елдің басын қатырамын деп тыраштануда. Бұл адамдар 19 миллион халықты алдаймын, тарихи процесті сан соқтырамын деп ойлайды. Мемлекеттік аппараттағы интрига арқылы миллиондаған қазақты бағындырамыз деп дәмеленсе керек. Осы аралықта әбден байып алсақ, тонасақ деп армандайды. Бірақ бұл түбі опатқа алып келетін қате түсінік. Елде ешқандай өзгеріс болмаса, халықтың өмірі жақсармаса, ақ иттің орнына көк ит келсе, бұған кім көндікпек? Риторикалық сұрақ. Демек, революциялық процесс тоқтамайды деген сөз. Оның ақыры не болатыны, қандай өзгеріс әкелетіні беймәлім. Себебі революция жер сілкінісі сияқты жағдай. Оның қашан болатынын ешкім білмейді. Қайда, қалай басталатыны да беймәлім. Оның алдын алудың бір ғана жолы бар. Халыққа не керек екенін, революциялық процестің қозғаушы күші не екенін түсіну керек. Біріншіден, барлық өзгерісті саяси реформалардан бастау керек. Тәуелсіз ақпарат құралдары, мықты саяси партиялар, ашық, әділ сайлау арқылы іріктелген парламент болуы тиіс. Онсыз баяғы жартас сол жартас күйінде қала бермек. Экономикалық өсім, бизнестің өркендеуі, жемқорлықпен күресті саяси реформаларсыз бастаймын деу жай ғана елді ақмақ санау, не нақұрыстың нақ өзі болумен тең. Саяси реформалар жүзеге асса ғана жаңа идеялар, жаңа толқындар шығады. Саяси бәсекелестікте қазіргі билік сөзсіз жеңіледі. Сол себепті Ақорда саяси реформаны жүзеге асырмай, саяси имитациямен уақыт соза түскісі келеді. Бірақ Тоқаевтың алдында екі жол бар. Не саяси реформаларды бастап, билікті өз еркімен тапсырған басшы болып қалу, не абыройсыз, қаны безер диктатор ретінде тарих жазасына тартылу. Оның жанында жүрген қазіргі саяси технологтар бұндай кезде Тоқаевтан бір сәтте теріс айналып, өздеріне жаңа қожайын іздейтіні анық. Сондықтан олардың саяси ойындарына сенім артса, бұл тарихи қателік болары айқын. Екіншіден, қоғамда әділдік орнауы тиіс. Ол не деген сөз? Әділетті сот, прокуратура, халықтың қауіпсіздігін қорғайтын күшті құрылымдар қажет. Полиция адамды азаптап, прокуратура бұған көз жұмып, соттар әділетсіз шешім шығарса, қоғамда мемлекеттік органдарға сенім еш уақытта орнамайды. Үшіншіден, әлеуметтік реформа қажет. Табиғи ресурс байлығы жөнінде әлемде 11-ші орын алатын Қазақстанда халықтың кедейшілікте өмір сүруі нонсенс. Кедейшіліктің шегінде өмір сүріп жатқан 2,5 миллион халықты елемеу, олардың мәселесін шешпеу мүмкін емес. Оны шешудің бірден бір жолы Назарбаевтардың бар ұрлағанын елге қайтару. Төртіншіден, Тоқаев
Қаңтардың тарихи, саяси мәнін мойындау керек. Қаза болған боздақтардың отбасына көңіл айтып, олардан кешірім сұрауы тиіс. Адам өліміне қатысы жоқ барша азаматтарға амнистия жариялап, түрмелерден босатуы керек. Бұдан бөлек, шетелде саяси себеппен қудалауға түскен барлық саяси эммигранттарға амнистия жариялап, оларды елге қайтаруымыз тиіс. Қаңтардағы сана революциясының негізгі талабы осы. Оны көрмеген болып, түсінбегендей кейіп танытуға болады билікке. Дәл соны жасап та жүргені анық. Бірақ бұл мәңгілікке жалғасатын дүние емес екені сөзсіз. Осы кезеңде оппозицияға да ойланатын тұс келді деп санаймын. Оппозиция дегенде биліктің астауынан жем жеп жүрген топтарды айтып тұрғаным жоқ. Шынайы ұлттық мүддені қорғайтын, қаңтарда бұғып қалмаған нағыз ұлтжанды азаматтарды айтамын. Олардың кім екенін халық жақсы біледі. Мысалы 4 қаңтарда осы қоғамдық тыңдауда отырған азаматтардың қайсысы алаңда халықпен болды? Міне сол азаматтар бірігіп, бірлесіп қимылдауы тиіс. Ендігі әрі Назарбаевтық арандатушыларға жол бермей, елдің ермеуіне жауапкершілік алуға дайын болуымыз керек. Бұдан былай шынайы ұлтжанды азаматтарды, қаралайтын топтарды халыққа қарсы адам ретінде тануымыз тиіс. Қазіргі таңда партия құрамыз дегендер көбейді. Құрсын. Олардың қайсысы шынайы ұлт мүддесі үшін жүргенін анықтай аламыз. Ең негізгі белгі қаңтар қырғыны шындығын ашуға деген күресі. Сонымен бірге қаңтар оқиғасынан кейін абақтыға қамалғандардың бостандығы үшін күресті ұмытпайық. Бір ғана Алматыда қаншама жастар нақақ жаламен түрмеде отыр. Олар